Енді бізде бірінші бет осындай бет болды ғой, иә. Енді біз бірінші тарифті біліп алайық, иә. Тариф қараңыз. Тариф міне базик деген ол навсегда бесплатно қолданасыз да. Оның ішінде осылар ғана болады да. И про пакетінде кнопка, связь, бәрі бүкілі болады да. Ал бизнес пакетте вообще нелер көп, функциялар көп болады. Енді біз базик пакетін тегін несін қолдана берейік. Енді мына жерде үш сызықты басып дизайн таңдаймыз да. Осы жерден өзіңіз қалаған бір дизайнды басасыз. Мыналар про пакеттер керек емес сізге. Сіз қараңыз, өз про пакетте жазылып тұрады про деп қараңызшы. Өзіңіз қалағаныңызды таңдап алуға болады. Мынаны таңдауға да болады, мынаны. Про дегендер керек емес. Енді біз осыны таңдай салайық, выбрать басып редактировать етеміз да, сосын артқа бір басамыз. Енді қараңыз, бізде осындай бет болды, иә. Енді анау біздің шығатынымыз, настройкамыз, профиліміз да. Енді добавить блок. Міне, добавить блок. Осы жерден қараңыз, мыналардың бәрі прода ашылады. Карусель. Бірақ мен алдыңғы үйреткен сайттарда карусель бесплатно, видео бесплатно, еще социальный сеть бесплатно еді менде да. Енді қараңыз. Енді біз қайтадан тарифке кіреміз. Промокодты жазып көреміз. Супер 7 деп, да? 7 күн. 7 күннің ішінде біз осылай істеп алайық, иә. 7 күнде әдемі сайт шығарып алайық таблигінден. Содан кейін сізден ақша алмайды да. Бірақ сайт қалады, бірақ өзгермейді. Жасаған күйінше қалады. Енді міне қараңыз. Бізде бизнес пакет ашылды. Бизнес пакет қараңыз. Бүгін неші? Бүгін 6-ма, 13-не сізде уже бітеді. Да? Біз неміз. Енді қараңыз. Қайтадан біз неге кіреміз? Сіз осы 7 күннің ішінде өзіңізге әдемі алып сайт жасап алыңыз, хорошо? Енді добавить блок. Мына қараңыз, бізде мыналардың бәрі ашылды. Потому что біз код айттық да. Енді қараңыз, осылардың бәрімен таныстырып шығайын. Осыған байланысты менде чек-лист бар. Мен сіздерге чек-листті жіберемін. Так, бірінші бізде аватардан бастайық. Аватар. Кіресіз. Загрузить картинканы басасыз. Өзіңіздің фотоңызды қоясыз. Барынша әдемі фото қоюға тырысыңыз. Міне қараңыз, осылай қойыңыз да. Енді сохранить етеміз. Нам біреу керек емес. Удалит. Бізде осы біреу жарайды. Енді қараңыз, осы жерде біз размерін үлкейтейік. 150-150 қылайық.
сол кезде осындай әдемі болып шығады. Енді бізде аватар кетті, иә. Давид блогты басамыз. Енді бізге мессенджерді алайық, иә. Мессенджердің ішінде осындай функциялар бар. WhatsApp бар екен, Telegram и ВКонтакт. Бізге осы WhatsApp ғана керек, WhatsApp пен Telegram ғана керек. Мына жерге номеріңізді жазасыз. 514 5599. Міне, WhatsApp жазылды. Енді Давид блог. Тағы Telegram. Тоже Telegram'да жазып қояйық, иә. Так. Telegram маған керек емес. Сіздер өз жерге ссылкасын қойсаңыздар болады. Маған керек емес. Так. Давид блог. Енді біз мына жерде қарайық. Мессенджерді қойдық, вопрос-ответті қояйық, иә. Мысалға, сайт жасау неше күн сақтаулы тұрады. Сайт сабақ деге, сабақ неше күн сақтаулы тұрады деге. 1 жылға дейін доступ беріледі. Енді қараңыз, қойдық, иә. Енді мына жерде Давид новый пункт. Тағы да жазатын болсаңыз, мысалға, бағасы қанша теңге? 5 Давид, тағы да Давидті басып көбейте бересіз. Енді қараңыз, тағы бір өрін жазылайын, иә. Не сұрақ қойсам болады? Неше түрлі сайт үйренеміз? Сайт жасауды үйреніп шығамыз. Астына 5 түрлі сайт жасауды үйренетін боласыз. Енді қараңызда, мына жерде біз 3 сұрақ қойдық та. Енді секцияға кіреміз. Мынаны былай жылжытамыз. Міне. Да дегенді басып, мына жерде фонын ауыстырсақ болады да. Бірақ өздеріңіз білесіздер, қалай өзгертесіздер. Міне. Оны қойсаңыздар да болады, применить деп ше. Енді сохранитті басайық. Міне қараңыз, осылай свет өзгереді. Енді плюсикті басқан кезде сіздің неңіз шығады. Сұрағыңыз бен жауабыңыз шығады. Енді бізде WhatsApp кетті, аватар кетті. Осылай светін өзгертуді үйреттім, иә. Давид блогты басамыз. Енді бізде мына жерде текст сөз жазатын болсаңыз, алдын ала бірінші жазып аласыз. Допустим, сайт жасау кімдерге керек, осылай. Сайт болмаса өзіңіздің неңізге байланысты, салаңызға байланысты жасайтын болсаңыз, осылай жасап аласыз. Енді средний текст дейді. Бізге средний текст болады. Енді қараңыз, свет өзіңіз қалаған цветті қоя бересіз. Жазған кезде ше қара цветі жақсы. Енді свой свет. История. Қараңыз, қара болды, е. Енді біз мына жерге текстке өзіміздің сөзімізді жаздық, е. Сіздер өзіңіздің сөзіңізді жазыңыздар. Міне, осылай шығады. Текст жазғыңыз, сөзіңіз шығады осылай.
Енді бүйтіп ауыстыра беруге болады орындарын. Не? Ал керек емес болса үстін бір рет басасыз. Сосын удалить действиін басып удалить етіп тастайсыз. Енді добавить блок. Бізде текст кетті, аватар кетті, вопрос кетті, мессенджер кетті. Ссылканы қосайық. Қазір біз ссылкадан ары қарай жалғастыратын боламыз, иә.